Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге үзбелі бәліштің жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Ал бастайық. Алдымен 2 жұмыртқаға қантты салып, жақсылап қанты ерігенше, әппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Жақсылап осылай миксерлеп алғаннан кейін ертілген сары майды қосып, тағы да миксерлеп, одан кейін сүзбемізді қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Оны араластырып болғаннан кейін ұнды қосып, және де 1 шай қасық қопсытқышты салып, миксерлеп аламыз. Барлығы біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай қою масса болады. Және де мен осындай әйнек форма қолданамын. Негізі кез келген форма қолдануға болады. Диаметрі 23-24 сантиметрге келе береді. Үстіне осындай пергамент қағазын төседім. Немесе бірден сары майды жағып, осылай сала берсеңіздер де болады. Лопатканың көмегімен дұрыстап жан-жағына жеткізіп, жақсылап жайғастырамыз. Мен бұл бәліштің бетіне осындай консервадағы шабдалыны қолданатын боламын. Бірақ егер де есте жоқ болса, кез келген жемшелікті пайдалануға болады. Немесе ештеңе қолданбасаңыздар да болады. Сонда да өте дәмді болып шығады. Осылай видеода көрсетілгендей барлық жеріне жақсылап әдемілеп салып шығамын. Және де қызып тұрған пешке 180 градусқа 30 минутта пісіріп аламын. Көріп тұрғандарыңыздай, пирогымыз, бәлішіміз өте әдемі болып қызарып пісіп шықты. Енді міндетті түрде суытамыз. Суғаннан кейін барып, кесіп, шаймен іше берсеңіздер де болады. Өте дәмді, өте жұмсақ бәліштердің бірі. Маған өзіме қатты ұнайды. Және де жасалу жолы да қиын емес. Осы бәлішке керек ингредиенттердің барлығын описанияға қалдырып кетемін. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта да көптеген хит рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын.